Қайырлы күн, құрметті Әлиғазал ақылары, сіздердің алдарыңызда мен Нұртай Ая, дарынды балалар арналған Сәкен Сейфуллин атындағы нөмірі 11 облыстық мамандырылған мектеп-лицей интернатының 9 сынып оқушысы. Бүгінгі сіздерге таныстырғалы тұрған жұмысымның тақырыбы Ақжайықтан бастап алған жол. Жұмыстың негізгі мақсат мен міндеті Сәкен мектебінен үлкен өмірге аттанып, республика көлемінде танымал болған жас ақын, әдебиетке бет бұрып қадам жасаған кен өрісті талант иесі Файзолла Алпамыс Бауыржанұлын және сол арқылы өнеріміздегі түрлі салаларда жарқырай көрінген жас дарындарды, жаңа есімдерді көпшілікке таныту. Ұлтын шын сүйіп аянбай қызмет қылған осындай таланттылардың істерін өскелең ұрпаққа үлгі етіп, оларға қолдау көрсетіп, бағыт-бағдар беру. Жұмыстың өзектілігі өскелең ұрпақтың елдің дамуына қосатын үлесі жылдармен, қызметпен, немесе атақ-тақпен бағаланбайды. Барлық жастарды Қазақстанның болашағына ықпал етемін деген ниетке, қызметіне деген мақтаныш сезімге, туған тілін қадірлеуге, ұлт мүддесі жолында өз ой-пікірін ортаға еркін сала білуге және де әрбір атқарған ісіндегі адамгершілік пен адалдыққа шақыру. Сіздердің алдарыңызда Файзолла Алпамыс Бауыржанұлы Сәкен мектебінен түлеп ұшып, республика көлемінде танымал болған жас ақын, аудармашы және Қазақстан жазушылар одағының мүшесі. Файзолла Алпамыс 1995 жылы 6 наурыз күні Батыс Қазақстан облысы Орал қаласында дүниеге келген. 2012 жылы ол дарынды балалар арналған Сәкен Сейфуллин атындағы нөмірі 11 облыстық мамандырылған мектеп-лицей интернатын тәмамдайды. 2002-2016 жылдары Алматы қаласындағы Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің журналистика факультетінде бакалаврде, ал 2006-2018 жылдары Астана қаласындағы Гумилев атындағы Евразия ұлттық университетінің филология факультетінде магистратурада оқиды. Болашақ бағдарламасының стипендиаты атанған Файзолла Алпамыс 2024-2025 жылдары Шотландиядағы Абердин университетінде білім алды. Осындай нақтылғаны үлкен жетістіктерге жетпеуі мүмкін емес. Файзолла Алпамыс әдебиет саласына болашақ бағдарламасының стипендиаты, 9-шы республикалық алтын тобылғы әдеби байқауының жылдың үздік поэзиясы номинациясының лауреаты, елорданың 25 жылдығына арналған үздік жас қаламгерлер байқауының жеңімпазы. Әдебиетке қосқан үлесі үшін Қадыр Мырза Әли атындағы медалінің иегері. Рахметолла Райымқұлов 20 ғасырдың көрнекті қаламгері республикалық байқауының балаларға арналған үздік шығарма номинациясының жеңімпазы. Нобель сыйлығын алған Рая Кванчунның алғыс хатының иегері және де Абай Құнанбайұлының 175 жылдығына арналған республикалық жас ақындар байқауының жүлделі 2-ші орын иегері. Бұл дипломдар Файзолла Алпамыстың жеткен жетістіктерінің айқын дәлелі. 2018 жылы магистратураны тәмамдаған соң Файзолла Алпамыс бірінші Евразия ұлттық арнасында тілші ретінде қызметке орналасады. Өзінің қажырлы еңбегінің арқасында ол Парасат майданы, Ташжолпан секілді бағдарламаларға қонақ ретінде барады. Жас қаламгердің шығармашылығы тек ел ішінде ғана емес, шет елдерде де кең өріс алуда. Оның бірқатар өлеңдері Қытай тіліне аударылып, Жаңа Зеландия мен Қытайда, түрік тіліне аударылып, Түркияның Орду газетінде және де Бенгал тіліне аударылып, Үндістанның онлайн журналында жарияланған болатын. Файзолла Алпамыс ақ сезімге ескерткіш, жүрек аспанымның жұлдызы атты жинақтарды және де аудармалар мен сұхбаттар атты кітаптың авторы болып табылады. 2023 жылы жарық көрген аудармалар мен сұхбаттар атты кітабында ол Оливер Генридің, Джек Лондонның, Оскар Уайлдтың және де Чарльз Диккенстің бірқатар шығармаларын аударған болатын. Айта кететін жайт, 2024 жылдың 29 қаңтар күні Файзолла Алпамыс Қазақстан жазушылар одағына мүшелікке қабылданады. Сіздің алдарыңызда Рашид Мамадов, Әзербайжан Республикасының Қазақстан Республикасындағы төтенше және өкілетті елшісі. 2020 жылы Файзолла Алпамыс Қазақстан және Әзербайжан арасындағы бауырластық байланыстарды бекемдеуге, достық пен ынтымақтастықты нығайтуға және де Әзербайжанның әділеттілікті орнату жолындағы күресіне қосқан үлесі үшін құрмет грамотасының иегері атанады. Қорытындылай келе, Алпамыс Файзолла Бауыржанұлы инновациялық үдерісті меңгерген, жұмысты жаңаша ұйымдастыра алатын. Поэзия мен аударма саласында көптеген жұмысты атқара отырып, оның дамуына өзіндік орнын қалыптастырған, оқу тәрбие үдерісінің дамуына және де жас өскелең ұрпақтың дамуына үлес қосқан тұлға. Пайдаланған әдебиеттер тізімі Алпамыс Файзолланың аудармалар мен сұхбаттар кітабы, қаламгер.kz сайты, әдеби портал.kz сайты және де orha.adres.com сайты. Назарларыңызға рахмет.